Сәлеметсіздер ме, құрметті әріптестер. Мен ұлттық құндылықтарға байланысты 360 градусқа саяхат жасай алатындай, 360 градуста бұрылатындай, көре алатындай виртуалды музей жасаған болатынмын. Енді сол жаңағы жұмысымда сіздермен бөліспекшімін. Міне, музейдің шетінде біздің киіз үй тұрады. Қазақтың киіз үйі. Музейге кіру үшін мына батырманы бассақ, яғни әрине бұл соткамен көріп отырсаңыздар, осылай кнопканы бассаңыз алға жүріп отырады. Егер де компьютермен кірсеңіздер, мышканың көмегімен көруге болады. Олай болса, музейге кіріп көрейік. Музейде ең алғашқы мына бірінші бөлмеде, қабылдау бөлімінде осындай қыз отырады. Қабылдау бөлімінде көріп отырсаңыздар, бірінші кіреберісінің өзінде біздің ұлттық киімдеріміз тұр. Міне, терезенің өзінде де ұлттық киімдер. Мына сырт, музейдің сырты. Міне, осылай терезеге ұлттық киімдерімізді жабыстырып қойдым. Және де мұнда музейдің ішіне 3D форматта ұлттық киімдерді, осылай ұлттық нысандарды қойып қойдым. Мұнда міне терезеге ұлттық киімдер жабыстырылған, және де мұнда қазақ қызының 3D нысаны. Бұны яғни мен жай суреттің өзін 3D нысан қылып жасап аламын. Келесі міне бөлмеге кіріңіз, ұлттық киімдер деп жазылып тұр. Мұнда ұлттық тағамдар. Міне келесі мына бөлмеде ұлттық киімдерге арналған бөлме, яғни мұнда ұлттық киімдердің суреті, және де мұнда мәсіге тоқталып өткен, мәсі неден жасалады деген сияқты, және де үлкен апаларымыз киетін кимешек, және де мұнда батырдың 3D нысанын жасап қойып қойған болатынмын. Мұнда әртүрлі міне ұлттық киімдерді көруімізге болады. Және де тек қана бұл музейді тамашалап қана қоймай, тапсырма орындаймыз. Мысалға, оқушыларға осы виртуалды музейге саяхат жасаған кезде тапсырма орындайды оқушылар. Тек қана мұнда киімдерді ғана емес, әртүрлі тақырыпта кез келген пәнде тапсырма жасауға болады. Мұнда тапсырма бізде киімді қалай кию керек, не ескеру керек, қазақта киімге қатысты қандай ырым-тыйымдар бар деп тапсырма беріліп отыр. Яғни бұны мен мұғалімдерге арнап жасаған болатынмын. Семинарға арналған тапсырыспен жасалған жұмысым. Келесі бөлмеде мұнда міне кіреберісте ұлттық аспаптар деп жазылып тұр. Мына келесі бөлмеде бұл бізде ұлттық тағамдар. Және де ортасында, міне ортаңғы бөлмеде оқушылар отыр. Қабырғадағы тапсырмаларды орындаңыз, және бір оқушы сәлеметсіздер ме ұстаздар деп ұстаздармен амандасып жатқан сәті. Бұл бөлмеде яғни музей тамашалауға келген балалар отыр. Мұнда бізде домбыраның құрылысы бейнеленген. Домбыраның құрылысын суретін жабыстырып қойдым. Келесі бөлмеге кіру үшін осылай саусақтың көмегімен айналдырып отырамыз экранды. Және де осы кнопканы басып отырған кезде ол алдыға қарай жүреді. Мұнда ұлттық аспаптар. Ұлттық аспаптар. Суреттегі қандай аспап, бұл аспаптар туралы қандай аңыз білесіздер деген бұл тапсырма. Екінші топқа тапсырма. Яғни домбыраға байланысты аңыз бар, қазақта. Сол аңызды мұғалімдер тауып айту керек. Және де қобызға байланысты қорқыт-ата мысалға аңызы бар, сол аңызды айтуға тиісті. Және де бөлмеге осылай кірген кезде бізде ұлттық аспаптардың 3D нысанын салып қойған болатынмын. Келесі бізде ұлттық тағамдар бөлмесі. Мұнда қазақтың ұлттық тағамдары, сүт тағамдары, ұн тағамдары, ет тағамдары. Міне осылай бөлмені жағалап жүре берген кезде стенада, яғни қабырғада осындай ұлттық тағамдардың суреті тапсырмада берілген.
қазақтың ұлттық тағамдарын, алардың барлығын мұғалімдер не болмаса оқушыларға берсеңіздер тамашалай алады және тапсырманы орындайды. Тапсырма бізде қазақтың қандай ұлттық тағамдарын білесіздер, яғни суретке қарай отырып ұлттық тағамдарды айтуға тиісті. Және қарын бүрменің жасалу жолын айтыңыз дейді. Қазір көпшілігі қарын бүрме дегеніміз не және оның қалай жасайды тек қана үлкен кісілер ғана біледі. Қазір жастар оны біле бермейді. Сондықтан осындай тапсырма қойдым. Және де осында 3D нысанда жасаған болатынмын. Мына біздің қазақтың ағаштан жасалған ұлттық ыдысы, және де бауырсақты 3D нысанда қойып қойдым. Яғни мына ыдыстың ішінде бізде қымыз бар. Келесі осылай бөлмені тамашалауымызға болады. Және де осылай бөлмеден шығып кетеміз, музейден. Осы кнопканы баса отырып келесі бөлмелерді қайтадан тамашалауымызға болады. Не болмаса музейден шығып кетуге болады. Жаңағы кіреберіс бөлмеге қайта оралдық. Артқа қарай саусақтың көмегімен жылжыта отырып қайтадан көріп тамашалауымызға болады. Осындай виртуалды музей, виртуалды әлемге, яғни виртуалды мектеп, сондай әртүрлі тапсырмаларды жасауға мен тапсырыспен жасаймын.